Мынау тамашаның тура жанында тұрған военкомат. Дәл қазіргі кезде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Дәл осы жөндеу жұмыстары туралы көптеген әңгімелер болып жатыр. Кейбір семейдің халқы былай айтып жатыр, неге жәнегі военкоматты жөндеуге салды, бұл тарихи маңызы зор мекеме деп. Бірақ мына жерде тарихи маңызы зор дегенде зданияның өзін қарасаңыз бірталай уақыт өткен, ескірген, жәнегі жөндеу наоборот жақсы емес пе? Қаламыздың қақ ортасында тұрған күшті мекемелердің барлығы жанарып, сырттары барлығы жылтырап тұрған бізге жақсы емес пе? Әйтеуір тарихи маңызы зор дейді. Бұл үйде кім тұрғанын сіздер білмейсіздер. Бұл құлап, ескіріп түскенше лучше жаңадан қайтадан дұрыстап салған жақсы. 2014 жылы дәл осы военкоматқа келген кезде Құдай-ау ішін көрсеңіздер сіздер, сол кезде айтар едіңіздер тарихи деп ше. Ал қазір барлығы жаңартылып жатыр. Біздің әскерге кететін сарбаздарымыз үшін өте қолайлы жағдайлар жасап отыр. Сондықтан біз керісінше қуану керекпіз. Әйтеуір біздің семейліктерге түк жақпайды, жөндесе жөндеді деп айтады, жөндемесе тағы жөндемеді деп айтады. Сондықтан біздің қаламыздың көркейгені бізге жақсы, ағайын барынша қолдау көрсетіп, керісінше бір-біріміздің аяғымыздан тартпай жарайсың, дұрыс жасап жатырсыздар деп осылай қолдау көрсеткендеріңіз дұрыс деп ойлаймын.